Армысыздар, құрметті оқытушылар, студенттер. Сіздерді бүгінгі 4 маусым Қазақстан Республикасының рәміздерімен құттықтаймыз. Отан жерім, отан суым, отан қуат нәр береді. Отан ұран, отан туым, отан мәңгі гүлденеді демекші, тәуелсіздігіміздің тұғыры болып, еліміздің символы, мемлекеттік рәміздерді қастерлеп, құрметтеу бәріміздің міндетті парызымыз болып саналады. Мемлекеттік рәміздер еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін паш ететін нышандар. Біздің мемлекетіміздің өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі. Мемлекеттік рәміздер халқымыздың рухын, ұлттық санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. Қазақ халқы көптен күткен тәуелсіздікке қол жеткізді, егемен мемлекет болдық. Әрбір елдің өзінің туы бар. Сол сияқты біздің мемлекетімізде өзіміздің мемлекеттік гимніміз, мемлекеттік туымыз, мемлекеттік елтаңбамыз бар. Ендігі сөз кезегін 210 топ студенті жүргізуші Ақылбаева Ақеркеге беріледі. Армысыздар, құрметті оқытушылар, студенттер. Сіздерді бүгінгі 4 маусым Қазақстан Республикасының рәміздер күнімен құттықтаймыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалсын. Топ студенттері дайындаған Қазақстан Республикасының рәміздері атты баяндамаға берейік. Қазақстан туымен тұғыны, нұр шұғылауы алтын күнін, қанатты қыран бейнесі, ұлттық ою-өрнек белгісі, тудың зеңгір көктісі, мемлекеттік тудың бір түстілігі. Егерде туға тұтас зер салатын болсақ, автордың онда үлкен мазмұнды аңғарғаны анық байқалады. Ол жерде, ол жер жүзінде өмірдің белгісі, елдікті екенін аңғартады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының ортасында шұғылаулы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген, тік бұрышты көгілдір матада орналасқан. Тудың сабының тұсында ұлттық ою-өрнек түп жолақ түрінде нақышталған. Күн және оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек белгісі алтын түспен бейнеленген. Тудың ені мен ұзындығы екінің бірге арақатынасына тең болып, мемлекеттік туының біркелкі көңілді түсінің бірігуі идеясын білдірумен қатар әрқашан бейбітшіліктің, тыныштылықтың, жарқын болашақтың белгісі болып саналатын және бұлтсыз ашық аспанды еске алады. Геральдика тілінде көк түс пен оның реңктері адам бойындағы адалдық, тазалық, үміт сияқты қасиеттеріне сәйкес келеді. Шұғылаулы алтын күн, тыныштық пен байлық бейнелесе, дала бүркіті қазақстандықтардың ұғымында ол қырағылық пен биіктіктің және Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы әрі суретші Шәкен Ниязбеков. Маңдайдағы 5 жұлдыз белгісі, елтаңбадағы елдің аты Қазақстан. Елтаңбаның негізгі Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ. Киіз үйдің жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі түрінде бейнеленген. Шаңырақта айнала күн сәулесінде пырақ уықтар шашылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде 5 бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, сондай-ақ Қазақстан деген жазу алтын түстес. Қазақстан Республикасының мемлекеттік таңбасының негізіне шаңырақ алынған. Ол елтаңбаның жүрегі іспеттес. Шаңырақ әлемнің бір тұтастығын, мемлекеттің бастауы, отбасы ошағын бейнелейді. Қанатты тұлпар мәңгілік өмір, шексіз даму және Қазақстан секілді бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқан
белгісі. Қанаты тартар, жас ұрпақтың арманы, самғау биігі. Елтаңба төбесінде 5 бұрышты жұлдыз бар. Әр адамның өмірінде жол көрсетер жұлдызы болады. Мемлекеттің де осындай жұлдызы болу керек. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбаның авторлары сәулетшілер Шота Уәлиханов пен Жандарбек Мәлібеков. Тәуелсіздіктің басында 1992 жылы республика әнұранының музыкасы мен мәтініне конкурс жарияланды. Іріктеу комиссиясы барлығы 750-ден астам жоба қабылдады. Мәтіндік конкурста Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дәребаев жеңіске жетті. Ал оның музыкасы ретінде бұрынғы қазақ КСР әнұранының музыкасын қалдыру туралы шешім қабылданды. Осылайша 1992 жылы көрнекті қазақ композиторлары Латиф Хамиди, Мұқан Төлебаев және Евгений Брусиловскийдің музыкасына жазылған көне жаңа ән-ұран жасалды. 2001 жылдың көктемінде парламентте ескі әнұранды ауыстыру туралы қызу пікір. Елдің жаңа әнұраны туралы мәселе президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамашылығымен 2006 жылғы 6 қаңтарда ел парламентінің мәжілісі мен сенаттың біріккен отырысында қаралды. Нұрсұлтан Әбішұлы бұрын менің Қазақстаным атауымен танымал әннің мәтініне біраз өзгерістер енгізуді ұсынды. Елбасының өзі ән мәтініне қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күресін мадақтайтын өзгерістер енгізді. Мәжіліс және сенат депутаттары бір ауыздан ән-ұран мәтінінің авторлары ретінде Жұмекен Нәжмеденов пен Нұрсұлтан Назарбаевты белгіледі. Осылайша менің Қазақстаным әні Қазақстан Республикасының мемлекеттік ән-ұраны болып бекітілді. Ал президент оның мәтініне бірлескен автор болды. Міне мынау біздің әнұранның Нұрсұлтан Назарбаев өзгеріс енгізген түпнұсқасы. Бірнеше ғана сөз, танымал музыкалық шығармаға одан да басым, айшықты әрі патриоттық үн қосылды. 1956 жылы көрнекті қазақ композиторы Шәмші Қалдаяқ дәл сондай көрнекті ақын Жұмекен Нәжмеденовтің сөзіне жазған ән 2006 жылғы 11 қаңтарда президент Нұрсұлтан Назарбаевты оның кезекті президенттік сайлаудағы жеңісінен кейінгі ұлықтау рәсімінде тұңғыш рет мемлекеттік әнұран ретінде орындалды. Біздің президентіміздің «Менің Қазақстаным» әнін елдің әнұран етіп бекіту туралы бастамашылығы тарихқа берген әділ тарту. Бұл қазақ диқанына, дәрігеріне, мұғаліміне тарту. Бұл сіз бен біздің дауысымыз. Сіздерге мерекелеріңізбен бүгінгі мен яғни кез келген мемлекеттік рәміздердің ең бастысы ол киім мемлекеттің салтанатты әні ол халықты әйгілі етеді. Мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек арманы. Бұл өз мемлекетіне деген құрмет көрсетіледі. Яғни халық өмірі салтын бүгінгі тіршілік пен келешек армандарын мың жылғы тарихын осы әнге сыйғызатын. 1986 жылғы мен Қазақстанның бостандық аңсаған Қазақстан жастарына бейресми болған еді. Сосын 2006 жылғы Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимнің музыкалық редакциясы мен мәтіні жазылған етін редакциясында жазылды. Мемлекеттік гимнің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғанда Жұмадмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Алғашқы рет Қазақстан Республикасының гимні ретінде менің 10 қаңтарда 2006 жылғы елтаңбасын ұлықтау рәсімінде орындалды. Бұл гимнің сөзі республикамыздың барлық халықтарының жүрегіне жақын, жұрттың бәрінің көңілінен шыққан терең отаншылдық сезімдегі ән еді. Енді еліміз көк байрағын дүние жүзіне таққан жастарымыз көп, соның бірі жас әншіміз Еркін Тұрсынғанның Самға әнін Кененбаева Гүлжанның орындауда қабыл алыңыздар. Ұлы елдің ұранымыз, азат елдің құранымыз, бүгін біз
батырлардың жалғасымыз, серілердің біз бүгінгі әніміз. Ұлы дала жырымыз, ұлы еліміз. Самға желбіретіп туыңды, самға аямастан сенің жаныңды. Самға асқақтатып беліңді, аянба елің үшін биікке самға. Самға сен самға. Дарғандана данамыздың бұрын өткен бабамыздың өзіміз. Асылардың сынығымыз, жақсылардың жайсаң айтқан сөзіміз. Ұлы қазақ еліміз, ұлы еліміз. Самға желбіретіп туыңды, самға аямастан сенің жаныңды. Самға асқақтатып беліңді, аянба елің үшін биікке самға. Самға сен самға. Самға желбіретіп туыңды, самға аямастан сенің жаныңды. Самға асқақтатып беліңді, аянба елің үшін биікке самға. Самға сен самға. Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең алдымен бәсекеге қабілетті болуға тиіс. Қазақстанға сендердің жасампаз еңбектерің, сендердің күш-жігерлерің және сендердің білгендерің қажет. Отан сендерге зор үміт артады. Сендер оны ақтап шығатындарыңа сенімдімін. Отаншылдық сезімі өз еліңе деген мақтаныш, оның рәміздеріне деген құрметтен басталады деген. Сондықтан да студенттер елбасымыздың сенімен ақтайтын азамат дегім келеді. Туымыз, әнұранымыз бүкіл халқымызды жұмылдырып, рухандандырып тұрады. Осындай халық ойлаған азаматы бар қазақ елін бүгінде әлем таниды. Айнымайды аспаннан біздің тудың бояуы, оны халық қадірлеп биікке іліп қояды. Дей отыра Қазақстан Республикасының рәміздері ту, елтаңба, гимн туралы өлең шумақтарына берейік. Ең бірінші Қуандықова ұлдана. Жаңай ұлған көктуымды күллі әлем көрді бүгін тұғырдан. Өзбен тоқтысын қаран дедім өзімді. Өтті жылдар, өтті күн, елдің елім тойлайды. Өткін сәлі көп туым, ақ отанның айбары. Әніміз ту. Қатар шапқан қос тұлпар, ай астында қазақ үй. Халықтаған жас сұңқар, шарықтаған таза күй. Бұл таңбасы елімнің, елдігімнің белгісі. Бейнелеп сан ғасырды ел таңбасы,
елімнің хасүлгі ырымдады болса екен деп сәтті күн. Бейбітшілік тыныштықтың нышанын көк туымыз білдіріп тұр тап бүгін. Келесі сөз кезегін дей отыра Құттымұрат Нұрбануға береміз. Елтаңба, көгілдір түс аясында шаңырағым шарқырап, жүйрік бірақ қанаты тұр, қанатымен қалықтап. Сәулесінде күннің атын оқтар тұр шаншылып, қасиетті елтаңбаға қарап тұрсақ анықтап. Түп түрінде жұлдызым тұр, жаңа жанған бағымдай, мәңгі бақи тұрса екен өз орнынан алынбай, ортасында Қазақстан деген жазу жазылған, жаттандырып шабыт шаңырақтыр ортасында, бар жүрегіңді арқалап, шаңырағың биік болсын, шарықтайды шартарап, елім үшін шексіз өмір тіршіліктің нышаны, қазақ елі бар әлемге үлгі болып тұрады. Жарық жұлдыз жарқыраған елтаңбаның төсінде, баршамызға бағдар берген айлы түннің кешінде, міне осындай суреттермен елтаңбасы елімнің әлі талай сақталады бүкіл әлем есінде. Әнұраным, әйгілісің әуенмен әлемге, әнұраным пәктігінді дәлелде, қазағыма қайсар сабыт бергендей, ұран болып айтыла бер әр елде. Жүрегінен орын алып елімнің, шартараптан шарықтаумен көріндің. Белгісізсің кен жазира жерімнің, әлі әуенін шартараптары шайқады, күштілігін бүкіл халық байқады, шабыт берген әнұранда әрқашан маңғаз елі мақтанумен айтады. Қазақ орындаған 210 топ студенті Ахмет Мейірім. Келесі кезекте Төреқұл Сымбатқа сөз береміз. Елдермен саудалық қарым-қатынаста дипломатиялық байланыстар орнатуға орай қалыптасқан. Қазақ хандары, билері, сұлтандары, батырларының жеке өмірлері негізінен жүзік түрінде болған. Әулеттік эмблемалар. Мағлұм Сайфуддин Қонақтың Қожа Ахмет Яссауидің. Алғашқы мемлекеттегі гербтер Қазан Конгресінен кейін жасалды. 1923 жылы 6 маусымда Біртас КХР-ның бірінші мемлекеттік гербін бекітті. Оның сипаттамасы 1924 жылғы Конституцияда мазмұндалды. 1991 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кезде тұңғыш президентіміз кеңестік ант етті. Мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба, әнұран 1992 жылы 4 маусымда ресми түрде қабылданды. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейді және оның ажырамас атрибуттарының бірі болып табылады.
бірі болып табылады. Және Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік әнұран, мемлекеттік гимн, мемлекеттік елтаңба, мемлекеттік рәміздер болып табылады. Және осы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер туралы Конституциялық заң 2007 жылы 4 маусымда қабылданған болатын. Және осы Қазақстан Республикасында 4 маусымда осы аталып өтіледі. Және ту мемлекеттің егемендік пен біртұтастығын білдіретін рәміздердің бірі болып табылады. Және ең көне ту жобамен біздің Иранымызға дейінгі 3000 жыл бұрын жасалған, және ол Иран территориясында 1977 жылы табылған болып саналады. Және осы тудың авторы, Қазақстан Республикасы туының авторы Шәкен Оңғарсынұлы Ниязымбеков болып табылады. Елтаңба бүкіл әлем мойындаған мемлекеттің ерекше маңызды нышаны болып табылады. Герб термині неміс сөзінен алынғанда мұра немесе енші деген мағынаны білдіреді. Және Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы Қандарбек Мәлібекұлы болып табылады. Және екінші авторы Шотаман Ыдырысұлы Уәлиханов. Әнұран бұл дыбыстық рәміз әлеуметтік саяси бірігуде және еліміздегі азаматтарды этномәдени біртұтастыққа айтарлықтай мағына береді. Гимн терминінің өзі грек тілінен аударғанда салтанатты ән деген сөзді білдіреді. Жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақ халқының ауыр тауқыметін көрсетуге арналған Елімай әні халықтың сол кездегі гимні болған. Және осы оны 18 ғасырдың атақты батыры ақын сазгер Қожаберген Жылау Толыбайұлы жазып шығарған. Алғашқы әнұран ол 1992 жылы Республика гимнінің мәтінінің әнұраны конкурсында жарияланды. Және ол комиссия іріктеуінде болған 750 жоба келіп түсті. Осы конкурста 4 атақты ақын Мұзафар Әлімбаев, Қадым Мырзағалиев, Құманбай Молдағалиев және Жадыра Дәрібаевалар жеңіске жетті. Және Қазақстан әнұранының әнін алғаш жазған авторлар Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамид болып табылады. 2006 жылы 6 қаңтарда Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысында мемлекеттік нышандар туралы жарлыққа түзетулер енгізілді. 2006 жылдың 10 қаңтарында ресми жариялау күні тарихқа еліміздің жаңа әнұранының туған күні ретінде жазылып отыр. Және әнұранның авторлары ән жазған Қалдаяқов, сөзін жазғандар Нәжбелгенов, Назарбаев. Кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілді түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүйдей отыра, Алмаз Ахметбекұлы сөзіне жазылған Ермұрат Зейіпхан әні көк тудың желбірегені орындайтын 210 топ студенті Айтубай Әбілхайырды қабыл алыңыздар. Ерліктің асқақ өлең
жүрегім көк тудың желбірегені. Сағатымызды қорытындылаймыз.